Мен Икимбаева Виктория Бухарбек қызы 1994 жылы 30 маусым айында Жыланды ауылында дүниеге келдім. Сол жылы Жыланды ауылында мектепті оқып бітірдім. 2012 жылдан бастап Алматы қаласында жоғарғы оқу орнына түстім. Алматы қаласындағы Қазақ Қыздар педагогикалық университетінің экология бакалавры бойынша мамандықты таңдап, 2016 жылы сол мамандықты оқып бітірдім. Еңбек жолым 2017 жылы Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Лепсі филиалында табиғат пайдалану инженері болып жұмысқа кірдім. 2018 жылы Лепсі филиалынан Алакөл филиалына орман шебері лауазымына ауыстым. Сол жылдан бастап қазіргі уақытқа шейін орман шебері лауазымын міндетін атқарып келемін. Өзімнің лауазымдық міндетімді орманшының басшылығымен жүзеге асырамын. Өз учаскемнің мемлекеттік инспекторларының жұмысына басшылық жасаймын. Оларға нұсқау беруге, лауазымдық міндеттердің орындалуына бақылауды жүзеге асырамын. Инспекторлық учаскенің орналасқан жерін, шекарасын, жолдарын, соқпақтарын толық білуге міндеттімін. Және де мектеп оқушыларымен, жеке шаруа қожалықтарымен дәріс сабақтарын сұхбат жүргізуге міндеттімін. Бала кезімнен табиғатты жан тәніммен сүйгендіктен осы салада қызмет етіп келемін. Мамандығымды сүйемін және қызметімді мақтан етемін. Я Малкубаева Асель Жумадиловна, работаю в Жоңғар-Алатауском природном национальном парке Алакурского филиала с 2019 года в должности бухгалтера-экономиста. Я окончила Жетысуйский государственный университет имени Джанцигурова на бухгалтера-экономиста. Замужем, я являюсь многодетной мамой, воспитываю 4 детей. Моя должностная обязанность заниматься учетом, анализом бухгалтерской деятельности филиала. Профессия бухгалтера-экономиста очень интересная, ответственная и кропотливая, которая не допускает совершения каких-либо ошибок и поправок. Я люблю свою работу, так как работаю в сфере лесного хозяйства, которая обеспечивает охрану природных территорий.